Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен өте дәмді, ауызда еритін творожный печенье жасайтын боламыз. Ең алдымен ыдысымызға илектен өткен ұнымызды, тұзымызды, қопсытқышымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Одан соң бөлме температурасындағы жұмсақ сары майымызды салып, қолымызбен крошка етіп езіп аламыз. Крошка етіп езіп алған соң, қаймағымызды салып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Дайын болған жұмсақ қамырымызды 1 сағатқа холодильникке тындыртып қоямыз. Салмасын жасайтын боламыз. Ыдысымызға сүзбемізді, шекерімізді, крахмалымызды және 1 дана сарыуызымызды салып, блендердің көмегімен езіп алатын боламыз. Салмамыз дайын, осындай болып шығады. Дайын болған қамырымызды орташа тығыздықта жаятын боламыз. Жайылған қамырымыздан дөңгелек форма кесіп аламыз. Ол үшін мен стакан пайдаландым. Артылған қамырларын алып, біріктіріп, одан да печенье жасайтын боламыз. Дөңгелек формадағы қамырымызды алып, оқтаумен кішкене жайып жібереміз. Ортасына начинкамызды салып, жан-жағын видеодағыдай бекітіп, шовын артқа қаратып, банан тәрізді форма беретін боламыз. Печеньеларымызды дайындап алған соң, қызып тұрған пеште 180 градуста 20-25 минут пісіріп аламыз. Печеньеміз дайын, өте дәмді әрі нәзік болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Видео рецепт сіздерге ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдырып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Дина, назарларыңызға рахмет.